Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Молдашева Зәуре Тұрсынқызы. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсатымыз есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Яғни бүгін біз берілген жаттығулар мен тапсырмаларды орындау барысында есептік және реттік сан есімдерді ажырата білеміз. Сан есім, есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы, 6, 8, 9. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 6, 8, 9. Балалар, бейне жазбаға назар аударамыз. Мұқият тыңдаңдар. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық.
Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Жарайсыңдар балалар, бейне жазбаны тамашалап болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Цифрды тап ойыны. Шекілдеуік, күшік, тік төртбұрыш, сөнбес, жетісай, 8 көз, 9 құмалақ, желтоқсан сөздері берілген. Енді үлгіге назар аударамыз. Шекілдеуік, ш қосылған 2 қосу, ілдеуік, шекілдеуік. Дәл осылай тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болған соң, бір-біріңді қол шапалақтау әдісі арқылы бағалаңдар. 37-ші жаттығуға назар аударамыз. Оқулықтағы 84-ші бетті ашамыз. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 9-ші, 30-ші. Реттік сан есімдер берілген екен. Дескрипторы реттік сан есімнің түбірін белгілейді, реттік сан есімнің жұрнағын белгілейді. Яғни, сызба арқылы көрсетесіңдер. Жарайсыңдар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін балалар, бір-біріңді смайликтер арқылы бағалаңдар. Жарайсыңдар. Тапсырманы орындап болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Семантикалық карта берілген екен. Сан есімдер 30, 5-ші, 8, 90, 2-ші, 10-ші, 4. Енді балалар, осы берілген сан есімдерді реттік сан есім, есептік сан есім екен ажыратуымыз керек. Яғни семантикалық картаны толтыруымыз қажет. Үлгіге қараймыз. 30. Қандай сан есім? Дұрыс айтасыңдар. Есептік сан есім. Дәл осылай орындайсыңдар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін бір-біріңді баспармағы әдісі арқылы бағалаңдар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Берілген сан есімдермен бірінші сөйлемде есептік сан есім болатындай, екінші сөйлемде реттік сан есім болатындай сөйлемдер құра. Үлгі бойынша сызып көрсет. 2, 20 саны берілген. Үлгіге назар аударамыз. Менің інім 2 жаста. Менің інім неше жаста? Дұрыс айтасыңдар. Менің інім 2 жаста. Есептік сан есім екен. Айдос 2-ші партада отырады. Айдос нешінші партада отырады? Айдос 2-ші партада отырады. Жарайсыңдар. Реттік сан есім екен. Дескрипторына назар аударамыз. Есептік сан есімнен сөйлем құрайды, реттік сан есімнен сөйлем құрайды және үлгі бойынша сызба көрсетеді. Балалар, жапырақ тәрізді стикермен бір-біріңді бағалаңдар. Үйге тапсырма. Есептік және реттік сан есімдерден сөйлем құрап жазу. Яғни бүгінгі өткен тақырыбымыз есептік және реттік сан есімдерден сөйлемдер құрап жазып келесіңдер. Және де міндетті түрде ережені жаттап мысал келтіруіміз қажет. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға
Рахмет. Барлықтарыңа жарайсың. Назарларыңызға рахмет.